Бәріне сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видео білімді қыздың 5 белгісі деп аталады. Және не үшін бұл видеоны жазғым келді? Себебі жалпы қыздарға білімді болу ол өте маңызды деп ойлаймын. Біздің қазақ қоғамында қыздарға деген өте қысым көп. Қыз баласы осыны істеу керек, біз үй жұмыстарына да көмектесуіміз керек, біз еще ақылды болуымыз керек, инабатты, ибалы деген сияқты бәрі болуымыз керекпіз. Қоғамдағы осындай қысымдардың көптігі қыздардың өзін өте кінәлі сезінуге алып келеді деп ойлаймын. Ал білімді болу осы ақпараттарды, яғни қоғамда, біздің отбасымызда бізге айтылып жатқан ақпараттарды фильтрдан өткізуге көмектеседі деп ойлаймын. Осы видеода білімді қыздың белгілерін айтқым келеді, және де біз сондай болуға талпынуымыз керек деп соны жеткізгім келеді. Жалпы мен өзім ЕНУ-ды бітіргенмін Астанада, 2 шет тілі мамандығында бітірдім, ағылшын тілінде оқыдым, ағылшыннан IELTS-ым бар. Және де бұрыннан ойлайтын, екінің бірі бітіріп жатыр ғой негізі ЕНУ-ды, немесе екінің бірінде IELTS бар ғой, мен неге айтуым керекпін деген сияқты. Бірақ содан кейін түсіндім, мен осы өзімнің бірегей опытыммен бөлісе отырып, көптеген адамға пайдалы бола аламын деп, осы мен YouTube каналымды бастаған болатын, және де осы видеоны қазір сіздер көріп отырсыздар. Ең бірінші білімді қыздың белгісі ол сауатты жазады, және де сауатты сөйлейді. Осы жерде айтқым келеді, жалпы барлық мені көріп отырған, қанша жаста екенін білмеймін. Егер сіз 15 жаста, 13 жаста сондай болсаңыз, сізге қазір қоғамда көп қой, диплом алмай солай өмір сүре беруге болады деген сияқты. Дипломсыз да барлық жетістіктерге жетуге болады ғой деген сияқты. Бірақ универде не только диплом алу үшін оқымауларыңыз керек, универде сауатты болу үшін оқу керек деп ойлаймын. Ол жерде сен адамдармен сөйлесесің, барлық процесті көресің, жаңа адамдармен танысасың. Осы сауатты болуды жалпы мектепте және универде үйретеді деп ойлаймын. Ол сауатты жазудан бөлек сауатты адамға обращаться ете алу да. Мысалы, универдегі адамға сен ағайыңа просто так Ерлан деп қарамайсың ғой. Оны Ерлан Мұхтарович деген сияқты атымен атауға үйренесің. Осылай сауатты болу керек деп ойлаймын, чтобы адамдарға обращаться ету үшін сәлеметсіз бе деп атын атап деген сияқты өзіңнің бір өтінішіңді, өзіңнің айтқың келетін сөзді сабағыңда айту үшін осы сауатты болу өте маңызды деп ойлаймын. Себебі кейін сенің жұмысыңда да, барлық адамдармен сөйлескенде де бұл өте қатты білінеді және саған көмектесетін болады. Және адамдар оны сезіп тұратын болады деп ойлаймын. Екінші белгісі бұл өзінің де басқаның да уақытын бағалай алады. Яғни ол біледі, уақыт қазіргі заманда өте бізде бағалы бір ресурстардың бірі. Мысалы, үнемі кешігіп жүретін адамдарды мен негізі өзім қатты түсінбеймін. Себебі ол басқа адамның күттіріп қоятын, қатты бір 2 сағаттап кешігетін, 1 сағаттап кешігетін адамдар болады ғой. Мысалы, ондай адамдардың жалпы мен өзім түсінбеймін, және де мен үшін ондай адамдар қазіргі сөзбен айтқанда red flag деп аталады. Яғни ол адамның бір ғана качествосы ғой. Сол качество мен үшін red flag. Себебі мен ойлаймын, адамның уақытын бағалау керек. Сен өзіңнің де және басқа адамның да уақытын бағалай алуың керек деп ойлаймын. Және де білімді қызда осы чувство қатты дамыған деп ойлаймын. Себебі уақытты сен басқа жаққа да пайдалануыңа болатын еді, иә. Сен басқа адаммен кездесудің орнына басқа бір пайдалы заттарға да жұмсауыңа болатын еді. Сондықтан осы екінші белгісі деп ойлаймын. Үшіншісі ол тыңдай алады. Бұл жерде просто так отырып тыңдау емес, отырып бетіне қарап деп қана отыру емес, ол сені ести алады. Лишь бы жауап қайтарайын деп тыңдамайды. Ол сенің сөзіңнің мағынасын, не айтқың келетінін және сұрақтар қоя отырып, өзінің осы бір теманы раскрывать ететін болады да. Солай саған да пайдалы болады, өзіне де пайдалы болады. Біз түсінуіміз керек. Тағы бір нәрсе, тыңдаған кезде перебивать етпеу керек. Ол сөзді үзіп жүрмеу керек та, потому что басқа адамға ол неприятно. Бірдеңе деп айтып қалсаң, уже ойы бөлініп кетуі мүмкін да. Сондықтан осыны да қарауымыз керек деп ойлаймын, және де соған тырысуымыз керек. Жалпы сондай кезде адамның қандай екені көрінеді да. Сен өзіңнің ойыңды айтып жатсың, ал анда басқа адам сені перебивать етіп жатыр да. Жоқ, ол қалай сонда, неге деген сияқты сұрақтар қойған кезде, ол саған да неприятно болады, и басқаға да ол непонятно болады деп ойлаймын. Төртінші белгісі күнделікті дамып отырады. Жалпы даму дегенде ол тек қана кітап оқу емес, ол подкасттар тыңдау, ол өзіңмен сөйлесе алу, күнделік жазу, әртүрлі сферадағы адамдармен сөйлесу, нетворкинг кештерге бару.
жалпы осы все мен дамуым керек деген ойдың өзі уже адам уже даму жолында жүр деп есептеймін. Сондықтан осы үнемі дамып отыру, подкаст тыңдау күнделікті, хотя бы ол 5-ақ минутыңды алуы мүмкін, 10-ақ минутыңды алуы мүмкін деген сияқты. Өзіңнің күнделігіңді жүргізу, өз ойларыңды жазу, белгілі бір көп қой біздің негізі бізді тормоз ететін біздің ойларымыз ғой. Сол ойларды бір ретке келтіріп, күнделікке жазу, Вот осы мен не ойлап жатырмын қазір, маған қандай кедергілер болып жатыр, мен неден қорқамын деген сияқты сұрақтарға жауап бере алу деп ойлаймын. Бесіншісі, және де өте маңызды пункт, бұл үнемі алғыс айтып жүреді. Ол өзінің жеткен жетістіктерін тек қана өзім деп қарамайды. Мысалы, қызыл диплом алдық дейікші. Сенің де үлесің бар ол жерде. Бірақ басқалардың да үлесін есептеу керек деп ойлаймын. Белгілі бір кезде саған бір ағайың жақсы көзқарас танытып, саған бір 5 қоя салған шығар, немесе подругаң бір домашкаңнан көмектескен шығар деген сияқты да, сондай бір нәрселерді ұмытып кетпеуіміз керек. Сенің жеңісің, не только сенің жеңісің, ол сол нәрсеге жеткендегі жолдағы адамдардың барлық жеңісі деп ойлаймын, және де соған барлығына алғыс айта алу. Соны байқай алу, іштей алғыс. Мысалы, сен көзіне де айтпауың да мүмкін, бірақ іштей соны біліп, немесе қағазға түсіріп, осындай алғыстамын деген сияқты ларды жазсаң да, ол есептеледі деп ойлаймын. Жалпы негізі қорытындылай келе айтқым келеді, білімді болу, ол бәрін білу емес, бәрінен 100% сен күштісің, вундеркиндсің дегенді білдірмейді. Білімді болу, ол өзің ойлана алу, ол алғыс айта алу, ол өзіңнің мақсаттарының болуы, сен адамдарды сыйлауың, құрметтеуің, өзіңді сыйлауың, осылардың бәрі білімді қыздың белгілеріне жатады деп ойлаймын. Ал сіздердің ойларыңыз қандай? Осы видеодан не түйдіңіздер? Қосатын, алатын жерлеріңіз бар болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Мен өзімнің блогымда, ютубымда осы білім туралы, ағылшын тілі туралы, өзіңді дамыту туралы видеолармен жиі бөлісіп тұрамын. Маған тіркеліп алыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет, уақыттарыңызды бөліп, осы видеоны көргендеріңізге өте қатты қуаныштымын. Егер сіздерге ұнаса, маған тіркеліп алыңыздар. Барлықтарыңызға пока.